Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай және дәмді болып шығатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі қызанақ, қияр, қызыл болгар бұрыштары, піскен ет, сұйық май, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка, кориандр, тұз, соя, кинза және сарымсақ қажет. Барлық көкөністерді видеодағыдай турап шығамыз. Ірілеу етіп тураймыз. Ірілеу етіп турасаңыздар әдемі көрінетін болады. Барлық ингредиенттерді қосып болғаннан кейін сұйық майды міндетті түрде қыздырып қосамыз. Қайнатып жібермейміз, тек қыздырамыз. Ыстықтай салаттың үстіне құямыз. Және артынан соя тұздығын қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салат дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.